Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жұмыртқам ауыра берсе не істеймін? Яғни эпидемит ауру болса қалай емдеймін? Ол не үшін ауырады деген сұрақты туындайды. Олай болса, бүгінгі видеоны бастамас бұрын біздің каналға тіркеліп алыңыз және қоңырауын басып, бүгінгі контент жайында сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Қарасақ, құрметті достар, мынау жұмыртқаның ауыра беру себептері ол өзінің, яғни қабыну ауруларына тікелей байланысты. Жұмыртқаның қасында осы ер балалардың қосалқысы болады, яғни еннің қосалқысы. Оны эпидемит деп айтады. Осы эпидемиттің придатка деп айтамыз, еннің трубасы дейміз, болмаса жаңағы еннің қосалқысы дейміз. Осы еннің қосалқысы көп жерде қабынып жатады. Қалай қабынады? Егер де жыныстық жолмен берілетін аурулар өтетін болса, стафилококк, стрептококк сияқты бактериялар өтетін болса, осы ұрық шығатын каналдың бойы арқылы осы трубаға барады. Осы жерден қабынатын болса, жұмыртқада ауру сезім пайда болады. Ісінеді, қызарады, дискомфорт, мысалы, жігіттер отырған кезде айтады, мысалы, жұмыртқам ауырып жатыр, болмаса жаңағы дискомфорт туындатып жатыр, сыздап жатыр деп сұрап жатады. Осыны қалай емдейміз, қалай білеміз дейді. Әрине, бұны үй жағдайында сіз емдей алмайсыз. Әрине біз ол кезде дәрігерге жүгін деп айтамыз. Өйткені дәрігерге жүгіну арқылы сіз диагностика жүргізіп, ол жердегі нақты эпидемиттің ауруы бар ма, жоқ па, ол эпидемиттен қабынып жатыр ма, может ол онкология ма, может ол варикоцелия ма, может басқа патология ма, соны анықтап білу керек. Басқа аурулардан ажырата алу керек. Осы кезде ғана диагноз дұрыс қойылса, емі дұрыс табылады. Әрине, ол жерде мысалы болуы мүмкін, қабыну кезінде дәрігерлер блокада жасауы мүмкін, яғни еннің бойындағы қабынуды алдынан бірден қабынуды қайтару үшін блокада жасалып жатады. Оның бәрі әрине стационарда, болмаса амбулаторлық түрде ем жасалу керек. Ал енді бұл ауру асқынса не болуы мүмкін? Егер жұмыртқа ауыра беріп қабынатын болса, жүре беретін болса, бұл жерде спайка болады. Егер ұрықтың каналындағы қабыну болатын болса, ол жерде тыртық пайда болуы мүмкін. Ертеңгі күні обструктивті азоспермия сияқты еркектің бедеулігіне алып келу қаупі бар. Көбінде сұрап жатсақ, бедеулікпен келіп жатқан жігіттердің осы эпидемитпен кезінде архитпен ауырып едім, жұмыртқам ісіп кетіп еді, қабынып кетіп еді. Оны әрине уақытында емдейтін болсаңыздар, ол қалпына келіп, ертең балалы болу мүмкіндігі өте жоғары. Қараңыздар, достар, бұл жерде еркектің жұмыртқасы өте маңызды. Өйткені бүкіл сперматозоидтар сол жерде сақталады. Оны Алла беріп бізге еркектерді сыртқа шығарып қойған. Өйткені сырттың температурасы бөлек, ішінің температурасы бөлек. Сол себепті осы жұмыртқаны әрқашан сақтап жүріңіздер. Егер де бір қандай да кінәрат болатын болса, уақытында тиісті тексеріп, керек болса емдеу керек. Өйткені жұмыртқа бәрінен де қымбат нәрсе. Оның ішінде ұрық, өздің ұрпағымыз осы жерде сақталады. Бүгінгі видеом сіз үшін пайдалы болған болса, лайк басыңыздар, астына пікір жазыңыздар. Келесі қандай тақырыптарды қозғаймыз, жазып кетіңіздер. Аман сау болайық.